Сәлем достар, сіздермен бірге киносүй. Бүгін сіздермен Хлоя фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Хлоя көңіл көтеретін жалдамалы әйел болып жасайды. Ол еркектерге не керек екенін біледі. Кэтрин Стюарт есімді гинеколог әйел өзінің жұмыс орнынан терезеден ер адамның сары шашты қызды көлікке отырғызып жатқанын бақылайды. Содан кейін оның көмекшісі келіп, соңғы кездесуге уақыттың болғанын айтады. Кэтриннің күйеуі Дэвид колледжде мұғалім болып жұмыс жасайды. Олардың арасында бір оқушы қыз оны кешкі асқа шақырады. Бірақ та профессор мәдениетті түрде бас тартады және де үйіне тез бару керек. Бүгін оның туған күні еді. Ал олардың үйінде Кэтрин күйеуіне арнап туған күн кешін жасауда және де оны күтуде. Осы сәтте балалары үйге қызбен келеді және де Кэтриннің шақыруына қарамастан жоғарыға кетеді. Содан кейін Кэтрин өзінің жұмыстастарымен әңгімелесіп тұрады. Сосын оған Дэвид хабарласып, кешігіп баратынын айтады. Себебі ол рейске кешігіп қалған еді. Әйел одан қашан келетінін сұрайды. Ал күйеуі болса, рейс 2 сағаттан кейін болады дейді. Ер адамға бана қыз келіп, онан кешірім сұрайды. Кэтрин болса, үйде кеш болып жатырғанын айтпайды. Кеш аяқталғаннан кейін әйел өзінің үйіндегі баласы әкелген қызды көреді және де ол баласына барып, қызды үйіне жібер деген кезде, ол есікті әйелдің көзінше жауып тастайды. Әйел бритваның дауысынан таңертең ұйқысынан оянады. Күйеуі әйелінен кешірім сұрайды. Әйел болса, кешті ұйымдастырмас бұрын сенімен ақылдасуым керек еді дейді. Кэтрин оған сыйлығың офисте дейді. Күйеуі болса, тағы да асығып бара жатырмын дейді. Содан кейін баласы әкелген қыз үйдің ішінде турсимен жүреді. Әйел оларға жақындайды. Осы кезде Майкл шығады. Бала әкесінің осы үйде Аннаның қонып жүргенін біледі дейді. Осы кезде анасы бұл туралы маған неге ешкім айтпаған дейді. Осыдан кейін Майкл қызды қорғау үшін анасымен таныстырады. Әйел баласынан сендер қорғанып жүрсіңдер ме дейді. Қыз оған әрине дейді. Әйел өзінің жұмыс орнына бармақ болып жиналады. Осы кезде Дэвидтің телефонына хабарлама келеді. Миранда есімді қыз кешегі түн үшін рахмет деп жазып жіберген. Кешкісін ерлі-зайыптылар ресторанға келеді. Олар жұмыстасы Фрэнкті көреді. Содан кейін жұпқа даяшы келіп, олардан заказ қабылдайды. Және де олардан не заказ бересің дегенде, күйеуі олардан не алуға кеңес бересіз дейді. Осы кезде Кэтрин өзін жайсыз сезінеді. Әйел әжетханаға келгеннен кейін өзін дұрыстап, шашын босатып жатады. Сол кезде қыздың жылап отырған дауысын естиді және де одан барлығы дұрыс па деп сұрайды. Және де қандай көмек бере аламын дейді. Қыз одан бумага сұрайды. Себебі ол отырған жерде ол жоқ еді. Кэтрин бумаганы қызға береді. Қыз әжетханадан шыққасын Кэтринге рахмет айтады және де шашқа арналған шпильканы түсіріп алдыңыз дейді. Бірақ та әйел бұл менікі емес дейді. Бірақ та Хлоя есімді қыз бұның сізде болғанын қалаймын дейді. Бұған Кэтрин біртүрлі болып қалып, мен күйеуіме баруым керек деп кетіп қалады. Әйел столға келгеннен кейін Хлояны бір ер адаммен отырғанын көреді. Содан кейін жұп үйіне қайтады. Кейін әйел Дэвидтен даяшыны сексуалды әйел ретінде көресің ба дейді. Бірақ та күйеуі оған мен барлығына дос ретінде қараймын дейді. Содан кейін әйел сен рейсті әдейі жібердің ба дейді. Осы кезде күйеуі бұл енді маңызды емес дейді. Содан кейін басқа біреумен іштің бе дейді. Күйеуі оған алдап жоқ деп жауап береді. Содан кейін Кэтрин терезеден Хлояның байқуатты ер адаммен кетіп бара жатқанын көреді. Кешкісін Кэтрин Хлоя келген жерге ішімдік ішу үшін келеді. Сол кезде оның қасына Хлоя келіп, өзіне ішімдік тауып беруін ұсынады. Ол қызға менің күйеуім көзіме сөп шалып жүр дейді. Содан кейін Хлоя әйелге сен күйеуіңе арнайы әйел жалдайтын бедің деп сұрайды. Әйел болса әрине жоқ деп жауап береді. Осы кезде Хлоя әйелге жоспар ұсынады. Егер сен маған күйеуіңді көрсетсең, мен онымен танысып көремін. Оның қылығын бірге бақылайтын боламыз дейді. Әйел қызға күйеуінің дипломатик деген кафеде обед ішетінін айтады. Хлоя әйелі күйеуі туралы біршама ақпарат біледі. Содан кейін әйел оған аудармашы ретінде оқитынды айт. Студент болып таныс дейді. Хлоя ер адамға келеді. Содан кейін одан зекер сұрайды. Хлоя Дэвидті көргеннен кейін Кэтринмен кездесуге келеді. Және де ол әйелге күйеуіңді газет оқып жатырған кезінде көрдім. Және де ол әдейі оқып отырды дейді. Сосын күйеуің маған келіп, студентсің ба деп сұрады дейді. Сосын ол мен япон тілінде оқимын деп айтқан. Және де одан японша сөз айтуын өтінген. Осы кезде Хлоя одан ұялып қалдым дейді. Содан кейін есімімді сұрады дейді. Бірақ та бұл жақын арам қатынас болмады дейді. Содан кейін Хлоя Кэтринге Дэвидтің сүйкімді екенін айтады. Ал әйел болса, сен бұның барлығын қалай жасайсың дейді. Бірақ та әйелдің ішінен қызға жыны келіп отырады. Ал Хлоя болса, маған барлық клиенттің жасаған ұсақ нәрсесі мен үшін маңызды дейді. Олардың ұзақ әңгімесінен кейін Кэтрин сумкесінен ақшаны шығарып Хлояға береді. Және де осы жағдайды тағы қайталағым келеді дейді. Және де бұл жағдай соңғысы болады деп сөз береді.
Осыдан кейін кешкісін Кэтрин үйіне оралады. Дэвидтің компьютермен біреумен сөйлесіп, көңілді күйде отырғанын көреді. Содан кейін жоғарыға Майклға келеді. Ол Аннамен сөйлесіп отыр еді. Әйел баласының бөлмесіне келеді, бірақ оны Анна көріп қалады. Майкл ашуланып бесікті жабады. Содан кейін ол күйеуіне келіп, кіммен сөйлесіп отырсың деп сұрайды. Дэвид оған, бұл менің оқушым дейді, және де сөйлесіп болдық дейді. Әйел оған баласы туралы айтады, және де күйеуі оған, бұл уақытша жағдай дейді. Тыныштандырып, бірге ішімдік ішуге шақырады. Кейін олар бір-бірімен өздерінде болып жатқан жағдайлармен бөлісіп әңгімелеседі. Әйел күйеуін сүймекші болады, бірақ та күйеуі ішімдік ішіп, әлі де қағаздарым бар деп айтады. Әрине, Кэтриннің көңілі түссе де, ешқандай сыр білдірместен жұмысыңды жаса деп кетіп қалады. Дэвид өзімен өзі қалады. Содан кейін келесі күні Кэтринге Хлоя хабарлама жібереді. Рейвелді кездесеміз дейді. Кэтрин Хлояға соңғы кезде қолым босамай кетті деп, ренжіме деп өтінеді. Және келіскен келісімшартты ұмытуын өтінеді. Бірақ та Хлоя барлығы кеш, мен онымен кездесіп қойдым дейді. Әйел одан қашан кездесіп үлгердіңдер дейді. Хлоя болса, күнделікті болатын кафеде кездестік, және де мен оған жақындап әңгімеге тарттым дейді. Кейін олар әңгімесін әлбетте жалғастырады, және де олар Дэвидмен бірге болған кездесуді айтады. Олар ең алғаш рет бутербродқа заказ беріп, бір-бірімен әңгімелескен. Ол әндерін көрсетті дейді. Хлоя күйеуіңді сүймекші болдым дейді. Бірақ та ол бас тартты дейді. Әйел не істерін білмей қалады. Сосын Хлоя одан қай жерде сүйсек болады деп сұрадым дейді. Ал күйеуі болса, бір жерге барамыз деп айтқан. Кэтрин барлығын жылап отырып тыңдайды. Ол Дэвидпен бірге Валин Гардерс деген жерге барамыз дейді. Хлоя болып жатқан заттың барлығын тоқтатайын ба дейді. Бірақ Кэрри жоқ деп айтады. Және де ары қарай жалғастыр дейді. Хлоя мен Дэвид гүлдер орталығына барған. Ешкім көрмейтін жерде Дэвид пен Хлоя бір-бірімен сүйіскен. Осы кезде Кэтрин ары қарай жалғастырмауын өтінеді. Және де ол оған, сен жай ғана онымен танысып, не істейтінін білуің керек еді дейді. Хлоя Кэтриннің не қалайтынын түсінбейді. Содан кейін Кэтрин, мен қателестім деп, қызбен сөйлеспей кетіп қалады. Хлоя үнсіз қалады. Әйел жолда машинасымен кетіп бара жатып, аварияға тап болады. Хлоя билікпен кетіп бара жатырып құлайды. Осы кезде Кэтрин оған көмекке келіп, тізесін жасап береді. Кешкісін Хлоя Кэтринге болған жағдайларды жалғастырады. Дэвид пен Хлоя ол нәрсені істемей, Хлоя қолмен істедім дейді. Содан кейін Кэтрин ары қарай не болды деп сұрайды. Хлоя болса, оған жұмысқа кету керек болды дейді. Олар біраз әңгімелеседі. Кэтрин болса жылап қалады. Содан кейін ол қыздан неше түрлі анализді тапсыруын өтінеді, себебі оның таза екенін білмек болады. Қыз оған келіседі. Кэтрин үйге бара жатырып, Хлоя мен Дэвидті көз алдына елестетеді. Келесі күні қыз әйелдің жұмыс орнына келеді. Осы жерде Майклмен танысады. Майкл әйелдің баласы екенін білгеннен кейін оған қырындай бастайды. Кейін әйел құрбыларымен кездесуге келеді. Кейін ол Хлоядан хабарлама алады. Ол қонақ үйге баруды жоспарлағанын айтады. Ол қонақ үйге келгенде оның алдынан Хлоя шығады. Және де олар Дэвидпен бірге болғанын айтады. Қыз оған барлық жағдайды айтып береді. Содан кейін Кэтрин өз-өзін ұстай алмаса да, оған ақшаны береді де. Қонақ үйден ары қарай әңгімелесіп бірге шығып кетеді. Қыздың кремінің иісін сезеді. Хлоя оның қолына кремді жағады. Хлоя әйелден, бұрында күйеуің екеуінің ара қатынастарын қандай болды дейді. Әйел отырып, жылап бәрін айтып бермек болғанда, Хлоя оны сүйіп алады. Кэтрин сүйістен кейін біртүрлі болып кетіп қалады. Кейін жұп Майклдың фортепиано тартқан кешіне келеді. Дэвид Кэрридің қолындағы кремнің иісін сезеді. Әйел одан біртүрлі болып қалады. Әйел бірден Хлояға қарай жол тартады. Кейін екі әйел бір-бірімен қатынасқа түседі. Әйел Хлояға енді Дэвидпен кездеспей-ақ қойсаң болады деп айтады. Кейін Кэтрин үйіне бармақ болады. Осы кезде Хлоя әлгі шашқа тағатын затты береді. Бұл менің бұрын анамдікі болды дейді. Кэтрин оны алады. Және де қыз тағы да көріскің келемі деп сұрайды. Кэрри оған білмеймін деп жауап береді. Ол үйге кеш келгеннен кейін Дэвид одан қайда жүрсің деп оны сырақ астына алады. Және де оған сен басқа біреумен кездесіп жүрсің бе, және ғашықсың ба деп сұрайды. Кэрри бұл маңызды емес дейді. Осы кезде Дэвид екеуінің арасында жанжал пайда болады. Содан кейін Кэрри иә жасап жүрмін деп айтады. Осы сұрақты қайтадан Дэвидтің өзінен сұрайды. Сол кезде Дэвид бұдан ашуланады. Олардың даусына Майкл келеді. Кэрри оған бөлмеңе бар дегенде, Майкл мен бұл үйден кеткім келеді деп айқай шығарады. Келесі күні Кэрри жұмысына асығып келеді, және де Хлоядан хабарлама алады. Ол екеуінің бірге жатқан фотосын жіберген екен.
Әйел оған хабарласады. Хлоя болса, мен сені күтіп отырмын, жұмыс орныңдамын дейді, және де оған гүлмен келеді. Кейін Хлоя ішке кіреді, және де Кэрри оған барлық болып жатырған жайтты тоқтатуымыз керек деп айтады. Кэрри оған ақша ұсынады. Осы кезде Хлоя, маған ақша керек емес, және де бұл жағдайды тоқтатқым келмейді дейді. Бірақ та Кэрри оған, қалай да болсын, бұл жағдайлар міндетті түрде тоқтатылады деп айтып жібереді. Содан кейін Хлоядан кетуін өтінеді. Хлоя болса, Майклдың тренировкасына келеді, және де оған қырмындай бастайды. Майклмен сөйлесіп болғаннан кейін Кэтринге мен Дэвидтен кеттім деп хабарлама жазып жібереді. Содан кейін ол Хлоямен дипломатик дейтін кафеде кездесеміз дейді. Содан кейін ол Дэвидті де шақырады. Дэвид Хлоядан бұрын келеді. Содан кейін Кэтрин оған шындықты айтуын өтінеді, және де маған ештеңе айтып түсіндіргің келмей ма дейді. Сол кезде рейсті әдейі жіберіп алдым, себебі сауық кешіне қатысқым келген жоқ дейді, және де оқушылармен ішімдік ішіп отырып қалдым дейді. Содан кейін әйел Миранда туралы айтады. Сен онымен кешті өткіздің бе деп сұрайды. Бірақ та Дэвид, мүлде олай болған жоқ, жай ғана ол маған қырындады дейді. Әрине, бірақ та Кэтрин оған сенбейді. Осылар әңгімелесіп отырған кезде Хлоя олардың столына жақындайды. Хлоя бірден Дэвидті көріп, ары қарай қайтып кетеді, және де Дэвид одан бұл кім деп сұрайды. Осы сәтте әйел Хлояның барлығын ойдан шығарғанын түсінеді, және де оны танымаймын деп айтады. Дэвид бірдеңені сезгендей орнынан тұрып кетіп қалады. Кейін Кэтрин оны қуып барып, барлығын айтып береді. Бірақ та Дэвид оған ашуланбай, керісінше оны сүйеді. Ал бұл уақытта Хлоя олардың үйлеріне барып, Майкл мен олардың бөлмесінде махаббатпен айналысады. Кэтрин өзінің бөлмесіне келгенде Майкл мен Хлояны көріп таңғалып қалады. Майкл болса Хлояны өзінің бөлмесіне алып кетпек болады. Бірақ та әйел баласын шығарып жібереді де Хлоямен әңгімелесу үшін қалады. Ол оған өзін мазаламауын сұрайды. Хлоя шпилканы алып ашуланады, және де Кэтринді жақсы көргенін айтады, және де олар тағы да ұрысады. Осы сәтте Кэтрин одан не керек деп сұрайды. Хлоя өзін сүюін өтінеді. Олар сүйісіп тұрған кезде Кэтрин терезеге қарағанда Майклды көріп қалады, және де Хлояны итеріп жібереді. Қыз терезеден ұстап үлгереді, бірақ та соңында терезені жіберіп, сол жерде мерт болады. Полицейлер Хлояның денесін алып кетуге келгенде әйел күйеуінің құшағында тұрады. Майкл жылайды. Кейін туған күнде Кэрри Хлояның шпилкасын тағып жүреді. Осылай фильм аяқталады. Достар, сіздерден өтініш, арнаға тіркелсеңіздер, себебі жылдың соңына дейін 100 000 оқырман жинағымыз келеді. Баршаңызға рахмет.